Сәлеметсіздер ме балалар? Мен сіздерге шылауды тағы да түсіндіріп өтейін. Шылау үшке бөлінеді. Септеулік, жалғаулық, демеулік болып. Септеулік, яғни өзінің атауында тұр, септік жалғауларын талап етеді. Септеулік, балалар, белгілі бір септікте тұрған сөзбен ғана тіркесіп, сөздерді сабақтастыра байланыстырады. Жалғаулық, сөздер мен сөйлемдерді салаластыра байланыстырады. Демеулік, сөз бен сөзді, сөйлемдерді байланыстырмайды. Өзі тіркескен сөзге мағына үстейді. Шылау, тағы да қайталайым, сұраққа жауап бермейді. Жеке тұрып сөйлем мүшесі болмайды. Өз алдына толық мағынасы жоқ. Сөзден бөлек жазылады. Мен, бен, пен және шылаулары сөз бен сөзді байланыстырады. Ал маме, бабе, папе шылаулары сөздері өздері қатысты сөздерге сұраулық мағына үстейді. Ал даде, тате шылаулары өзі тіркескен сөзіне күшейту, анықтау мағыналарын үстейді. Шылаудың үндестік заңына сәйкес тіркесуі деген ережеге мен мысал келтіремін. Мысалы, Айжан мен Айман. Екі зат есімнің ортасында мен деген шылау тұр, балалар. Өйткені мен деген шылау сөз дыбысы немесе үнді дыбыспен аяқталған кезде, сөз үнді дыбыспен аяқталған кезде мен деген шылауды қояды екенбіз. Ал егер Марат пен Абзал десек, бірінші сөзде дыбыс қатаң не ұяңнан аяқталса, онда, мысалы, қатаң ғоты, онда пен деген шылауды қояды екенбіз. Мысалы, Марат мен Абзал демейміз ғой, е? Марат пен Абзал. Қатаң шылауды талап етіп тұр. Айжан мен үндіні талап етіп тұр. Айжан пен Айман демейміз ғой, е? Яғни бұл жерде үндестік заңына сәйкес шылаулардың тіркесуін айтып отырмын. Балалар, енді даде, тате шылаулары сырт тұлғасы жағынан жат септігіне ұқсас дедік. Енді тағы бір екі мысал келтірейік. Жас, кәрі, риза. Ешқандай мағына өзгеріп тұрған жоқ. Жаста та деген шылауды қойдық. Кәрі де риза десек, тағы да мағынасы өзгерген жоқ. Тура сол қалпында сол мағына жеткізілді. Ал жасым ғылым бар деп ескермедім дегенде, бір жалғаудың жетіспей тұрғаны, мағына толық жеткілікті емес екені көрінді. Сонда жасымда ғылым бар деп ескермедім деген Абайдың бір шумақ өлеңінің мағынасы енді толық жеткізілді. Бұл жерде да деген жат септігі, балалар. Ал мына жерде даде дегеніміз бұл шылау, сырт тұлғасы жағынан ұқсас дедік қой. Та деген шылау. Сонда сырт тұлғасы жағынан ұқсас жаты септігі шылауларды ажыратқан кезде біз тағы да алып тастап оқып көреміз, е? Мынаны алып тастасақ, ешқандай мағына өзгеріп тұрған жоқ. Жас, кәрі, риза. Ал енді жасым ғылым бар деп ескермедім. Болмайды, яғни мағынасы толық жеткілікті болған жоқ. Түсінікті болса, тағы да бір мысал келтірейін. Жат септігіне қатты ұқсас жат септігіне, мен, бен, пен деген көмектес септігіне сырт тұлғасы жағынан ұқсас болып келеді. Енді оларды қалай ажыратамыз? Қазір мен мысал келтіремін. Мысал келтіретін болсақ, жаман мен
жаманмен жолдас болма деген бірінші сөйлем, иә? Бұл жерде мен дегеніміз, балалар, көмектес септігі. Ал енді жаман мен жақсы бірге жүреді деген сөйлемде мен, балалар, бұл шылау болып тұр. Көрдіңіздер ме? Сырт тұлғасы жағынан бірдей. Бірақ оларды қалай ажыратамыз? Мен деген көмектес септігі түбірмен бірге жазылады, ал шылау бөлек жазылады. Ал енді осы шылау мен көмектес септік екенін ажырату үшін алып тастап оқып көрейік. Жаман жолдас болма. Яғни мағынасы дұрыс жеткізілген жоқ. Жаман жолдас болма деп айтпаймыз ғой біз. Ой, дұрыс жетіп тұрған жоқ. Жаманмен жолдас болма. Яғни алып тастасақ мағынасы өзгеріп кетеді екен. Ал мына жерде шылауды алып тастайық. Жаман, жақсы бірге жүреді. Ешбір мағынасы өзгермейді екен. Мынау мен деген шылауды алып тастасақ, мына жерге үтір қойып, әрі қарай айта беруге болады. Еш мағынасы өзгермейді. Жаман, жақсы бірге жүреді. Ешқандай мағынасы өзгеріп тұрған жоқ, Ал мына жерде алып тастасақ ше, жаман жолдас болма. Мағынасы өзгеріп кетті. Бұны алып тастай алмаймыз. Яғни көмектес септігі бірге жазылады. Жатыс септігі бірге жазылады. Тура осындай мысалдар келтіруге болады.